Yani біздің ауылдың келіндері қайда? Кілем шама ортаға таман тартайық. Бері қарай жақындатайық. Содан соң барып, осындайда құдағайдың алып келетін қос құрақ көрпешесі болады. Құдағай, қызым құралсын өніп өссін деп алып келген қос құрақ көрпешемізді бесіктің екі жағына жайғастыра қойыңыз. Ал енді әпкетай келе қойыңыз. Кәусәрдің әжесі, мынау қазақ көлденең көк аттыға емес, көңілі құлаған, өнген, өскен, аузы дуалы, қолы берекелі, жүрген жері берекелі, өмірге ұрпақ алып келген құрсағы алтын анаға бесікке салдырады. Мен ойлаймын, осындағы ананың барлығы оған лайықты. Келіңіздер. Келіңіздер, апалар, екі апа. Жайласайық. Мұны оң қартып аламыз. Айна қайда, тарақ қайда, кітап қайда. Оң қартып алайық. Әкеле қойыңыздар. Мынау ең бірінші кітап қояйық. Кітап қоятын себебіміз білекті бірді шығады, білімді мұңды шығады. 21-ші ғасыр бой салыстыратын емес, бәсекелестікке қабілетті болатын, білімділіктің ғана мойындататын, ой салыстыратын ғасыр. Ендеше нағыз 21-ші ғасырдың білімді азаматшасы болсын. Сонымен қатар айна қоятын себебіміз айнадай жаны таза болсын дегеніміз. Ендеше айна кім сұлу? Нәқта білім ең сұлу деп қояды. Кәусәр сұлу. Және тарақтай тарамды өнімді өсім болсын деп мынау тарақ қоямыз. Айна да тарақ та тазалықтың символы. Жаны да тәні де таза қыз болсын. Адыраспан келіп қалған екен? Аласта балайық. Ал қажапа. Бисмиллахиррахманиррахим. Өз қолыңызбен аластырып жіберіңізші. Алас. Жанынан қалас, өніп өсуіне Алла нәсіп етіп, дәулетті, иманды, керемет, халықтың қалаулы қызы болсын, ата-анасының сүйікті қызы болсын, әулетке құрметті, өсе берсін, артынан ере берсін. Алас, мың бір түрлі бәледен қалас. Тіл дегеннің тілінен алас, көз дегеннің көзінен алас. Осы бесікте жатып, бұғанасы бекіп, қабырғасы қатып үлкен қыз болып өніп өсе берсін. Алас, мың бір түрлі бәледен қалас. Тіл дегеннің тілінен, көз дегенің көзінен алас. Ал енді, апалар оң қартып алайық, жайғаса қойыңыздар. Отырыңыз, апа, отырыңыз. Мінді. Көп тілеу көл, бәріміз бірге. Оң ба? Бірінші қаяқта оң. Оң ба? Оң, қайттан салайық. Сізге қарай. Оң ба? Сүрсеңізші. Қайтадан салыңыздан ана. Үш қасиетсі, үшке дейін. Оң ба? Оң, ой, бәрекелді. Не ғой? Нақсілерге бір нәрсе жауып қоймасаңыздар, что-то қолдары жүрмей атыршы. Көңілдері тауып, иықтарына жібек шапан жауып қойайшы. Айналайын аналар, рахмет. Апа киіп аласыз ба? Құдағидікі. Ой, бәрекелді. Охо, қос қабаттап міні. Құдағилар жақта. Тұрсынай ханым да мінеке өзінің сый-сияпатын аналарға көрсетіп жатқан жайы бар. Жөнмен жол білген құдағи мен бүгінгі той егесіне бір рахмет айтып қояйық. Осы апалардың жолын берсін, ағниет қызымыз осы аналардай өсіп өңсін. Ал енді кіші тұпылғанға сәбидің жүргегі мен береке келеді деген ырым менен тұштыма жасаймыз. Ал апалар, қос қолдап салайық, қос қолдап алайық. Тұштыма. Тұшты. Арқасынан ұл ерсін. Кел. Бізге әшауылар ұл керек. Бұлар қазір әшауынан сүйдірет кейін күйрет бірақ ше. Содан кейін апасының шашын қарайтын, бетін тарайтын қыз да керек. Тұшты ма? Айтып отырмдар, тұшты деймдер. Тұшты ма? Ай, молодец. Тұшты. Тұшты ма? Тұшты.
Апа, осы қыздарға бір тышқызайық, сосын көп тышқа қойып кетіп бізден көріп жүр. Қояйық. Ары қарай мына құдағидың мен ойлаймын, буып түйіп алып келген тұштымасы бар. Қазір тарқатқанда таратамыз, қазір тыныштық сақтау керек. Қыздардың бәріне берейікші. Апа, әкелші тұштымаңызды. Мына яқа. Ал. Арттағы апалар. Болды. Ендіріп беріп бұл. Ал. Апаннан аламыз, апаннан. Болды. Алыңызды. Ал енді мынау түбек пен шүбек сатылар. Бұның сырты алтын, іші күміс гауһардан көздері бар, Мынау өте қымбат тұрады. Мен енді мынаны аукционға салам. Түбек пен шүбек сатылады. Қомышмақтар. 1000. 2000 кетті. Тез айтайын ба, айтайын ба? Тез айтып қойды. 2,5 мың. Пасвойский 3, 4. 5 салыңыз. Ырымыз сондай. Ал құдағилар, алыңыздар. Базарда 5 теңгеге 5 теңге қып беріңіздер. Сап қойыңыз, апас. Мынау 5-ті түгелдеп алатын себебіміз баламыздың 12 мүшесі сау болсын дегеніміз. Ал енді астына саласаңыз. Сұлулығы аспандағы аймен тең, тәттілігі шекерменен балмен тең, жұмсақтығы нанға жаққан маймен тең, Кәусар сұлу қайда екен, бесік жырменен әлде әнімен әдем сәлмен Кәусарды отағалып келейікші. Мінеки Алла қаласа 9 елдің қамын жесін деп, 9-ы түгел болсын деп, ұйқысы қалың болсын деп, үстіне 9 жабайық, мынаны 2-ге санайық. Ал енді, мынау ең бірінші дастархан жабайық.
Allah қаласа, жүрген жері мерекелі, қолы аяқ жағына жаба беріңіз. Бәрін аяқ жағына. Бетін ашып қойыңыз. Қыз болсын деп мынау дастарханды жауып жатырмыз. Ал енді мынау бөрік әкеліп жатқан себебіміз, арқасынан Алла қаласа қызымыз көрікті болса, бөрікті азамат ерсін. Сонан соң елдің басында үлкен басшылықта ел басшысы болсын деген ырымменен бас киім бөрікті қойып жатырмыз. Және Алла қаласа ақ жаулықты сіздердің жолдарыңыз беріп, үлкен ұлпан ана, Гаухар анадай ана бола берсін. Және жүректе жақсылардан жиғаны болсын, құбылаға бет түзеген, көңілін көкірегінде иманы болсын деп жай намазды жабамыз апа. Жасаңшын бері отыр. Мекке Мәдинадан келген. Мынау кімдікі? Апасыныкі ма? Апасының жолын берсін. Аяқ жағына жаба беріңіздер. Мынау кімдікі? Охо, атасының ішінде доллармен ба? Аяқ жағына төменге. Мынау кімдікі? Мамасыныкі. Мама папасының қасына қойсашы мамасын. Ал енді ертеде негізі бесіктің үстіне қап жапқан. Қапта ұйқысы қалың болсын, және қап несібесі мол болсын деген ырымменен. Біз қазақтың заманауи қоржынын жауып жатырмыз. Ал енді ағайын апалар, мынау Бауыржан ағамыз айтады. Мен баласына әлде айтпаған анадан, немересіне ертек айтпаған әжеден қорқамын деп. Сондықтан бір шумақ әлде болса айтыңыздар. Және батаменен ел, жауменен жерге көрер деп, балапанымызға бата беріңіздер. Сулифа ойнасаңыздар. Әлді бөбешім, ұйықтай қойшы көгешім, әнімді сен тыңдай қой, тәттіқымды ұйықтай қой, әлді балашым, тәттіқыма бата қой. Алай, ертек айтайын ба? Ертек айтайын. Ал, бата беріңіз онда, ал бата. Ал, нағаш апасынан сұрайық ал. Өмсін бөліп жасы ұзақ болсын, ата-анасына мейірімді болсын, үлгілі қыз болсын, құнды құда қаласа. Елдің халқының қызы болсын, Алланың нұры жаусын. Инабатты, ақылды, парасатты болсын, бай-қуатты болсын, бәріне денсаулық болсын. Рахман-рахим, әумин десін, міне бата, келе берсін, қыдырата, бақ қарасын, қыдырдарсын, бақ дәулет береке берсін. Баламыз кішкентай қызымыздың өмір жасы ұзақ болсын, дені сау болсын, өсе берсін. Мынау Жанка баламыз бен келініміздің артынан жаңағыдай айтқан істеп жүгіріп жүретін, басын қарап көретін қыз болсын, артынан ұлы өрсін, жаңағы қозы қой бағатын. Көп болып жеңшемнің ұрпы несін беріп, артынан жалғасын беріп, 10 балалы болсын. Амин, Аллаху акбар. Барлықтарыңызға жұғысты болсын. Бата-бата батпасын, баталарыңыз жерде жатпасын. Алла тағалам қызымызды тіл көзден сақтасын. Алла қалап, құдағи алып келген ақ бесіктен мынау қоңышнақ әулеті оңтүстік аптасын. Аумин. Ал енді қазақ ұлым құл болмасын деп, қызым күн болмасын деп бесік сатпаған. Бұл бесік сатылмайды. Құдағи қайдасыз келіңіз. Мынау бесіктің көрімдігі. Қазақ бесікті құр алмаған. Бесігіңіздің көрімдігі. Бір қошеметте қойыңыздар. Атасы қайда? Атасы келіңіз. Мынау арқасынан сізге беріп жатқан себебіміз арқасынан ұрпағыңызды жалғайтын, қамысыңызды жерден көтеріп алатын ұрпақ ерсін дегеніміз. Екі жағынан көтеріңіз, аяғыңызбен келе беріңіз. Я Алла, өз жар болсын, бір 3 рет көкке көтерейікші. Беделі биікте жүретін қыз болсын. Я Алла, жар болсын. Я Алла, жар болсын. Я Алла, жар болсын. Күніге өз тігелер оқып жазықтырыңыз мынандай болсын. Бол, жерді қоймаңыз, әкете беріңіз. Ал енді мынау бесікке салып берген аналарымызға көп-көп рахмет. Құдағиның алып келген қоржынын көріңіздер, оң бағасын беріңіздер. Құдағилар, микрофонды өздеріңізге берем.
жақсылықта айта білген сөз, көре білген көз қымбат дейді, әдемілеп жарқыратып айтып берді.